Сәлем достар, бүгін тағы да жаңа рецепт. Донорды көшеден сатып алмай, үйде бірге дайындайық. Ең алдымен тауықтың етін жуып, осылай видеодағыдай соломка етіп турап, тауық етіне арналған дәмдеуішпен араластырып, мариновать етіп 2-3 сағатқа қалдырамыз. Жақсылап маринадталған тауық етін қызып тұрған майға 4-5 минутты шамасында қызарғанша қуырып аламыз. Келесі 3-4 сәбізді алып, жуып, осындай теркадан өткізіп, оның ішіне қалауларынша осындай айсберг болмаса, кәдімгі орам жапырақ болмаса қияр қосып, чим-чим приправасын қойып, араластырып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне, мына жерде менде картофель пай, қуырылған тауықтың еті, чимчи салаты, қияр, қызанақ және де майонез бен кетчуп керек болады. Ең алдымен лавашқа майонез, кетчупты салып, әдемілеп жағып шығамыз. Одан кейін осы үстіндегі заттарды біртіндеп салып, лавашымызды ораймыз. Орап болғаннан кейін сковородканың түбін майлап, астын қыздырып, сырты қытырлақ болу үшін осылай 2 жағын аударып аламыз. Міне осымен үй жағдайындағы донорымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің видеоларым ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.